Армысыздар достар, қалдарыңыз қалай? Біздің YouTube арнаның тұрақты оқырмандары, тұрақты көрермендері сіздерге арнап жаңа подкаст болғанда қалай? Менің алдымда дәл қазір 40-қа жоқ келіншек отыр. Біз бұл жерде өте қазақ қоғамында әйел адамдар үшін маңызды деген тақырыпты талқылағай отырмыз. Бірнеше тақырыпты алдық және оны тек қана өзіміз ғана естіп қоймай, барша менің оқырмандарым тыңдасын, барша менің жаңағы тұрақты көрермендерім бар ғой, сол кісілердің барлығы тыңдасын, пайдасына жарасын деп осы жерде сіздермен де бөліскей отырмыз. Енді мені танитындар бар, танымайтындар бар. Танымайтын кісілер үшін мінекей ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт атты осы Қазақстанда ең бірінші сонау 2017-те шыққан, бүгінгі таңда бестселлер болған, 300 мыңға жуық таралыммен сатылып жатқан, Алла қаласа 1 миллионға жетеміз деген ниетпен жұмыс істеп жатқан осы кітаптың авторымын. Сондай-ақ біздің қосымша мінекей бұл кітаптың жалғасы ретінде достар бізде өмірдің мәні деген кітабымыз бар. Сонымен қатар мінекей жақсы жарым ырыс, 777 аффирмациясы бар, осындай тамаша кітабымыз бар. Және де менің кітабымды оқыған әрбір оқырман біледі, мен үнемі айтамын, жазумен, қалам қағазбен дос бол деймін. Мінекей 90 күнге арналған жеңімпаз күнделігі бар осындай. Бұл күнделікте арман, мақсат, яғни кейін алдағы уақытта тоқталатын боламын. Қалай жазу керек, не жазу керек туралы толық көрсетілген. Енді дәл қазір біз ең басты тақырыпқа өтпей тұрып, мен айта кетейін деп тұрмын, достар. Бүгінгі таңда осы 4 кітапты алған кісілерге біздің жаңа мен атты керемет 21 күндік сабағымыз тегін сыйлыққа беріліп жатыр. Толық ақпаратты алу үшін төменде сілтеме болады. Міндетті түрде алыңыз, кітаптарды оқыңыз. Кітап бұл қазына, білім, және бізбен бірге жаңа өмірге, жаңа адам болып, жаңағы не дейді, қатарымызға қосылыңыз. Сондықтан баршаңызды күтемін. Ендеше ең басты тақырыпқа өтейік. Жалпы достар, біздің бүгінгі түсірілімде, бүгінгі айтылатын тақырыбымызда барлығы еркін тақырып. Бұл қоғамда кәдімгідей өте, мен енді 2017-тен бері қарай осы кітап арқылы онлайн сабақ, менде жалпы 3 түрлі онлайн сабақ бар. Жаңа мен бүкіл ішкі образды өзгертетін. Және де самооценка деген дүниені қалыптастыратын. Сондай-ақ бізде трансформация 65 күндік, бүкіл өміріңді 180 градусқа өзгертуге арналған. Сонымен қатар өте күрделі мақсат, даналық, байлық деген сабағымыз бар, достар. Сабақтарға қатысты толық ақпаратты төменде аласыздар. Біз 2017-тен бері қарай сабақ беріп келе жатқалы қаншама қазақ қыз келіншектері және жігіттер сабақ алып жатыр. Сол жердегі өте, мен енді қаншама тағдыр, түрлі тағдырлы адамдарды осы кездестіріп, небір әңгіме айтамыз, небір өзгерістерін естіп жатырмыз. Соның ішінде ең маңызды және ауқымды деген бірнеше тақырыпты таңдап алдық. Соның бірден бірегейі: қазақ әйелдері неге бақытсыз дейді. Осы сұрақты талқылағымыз келіп отыр. Жалпы біз қазір осы жерге дейінде бірнеше қыз келіншектің ойын пікірін тыңдадық. Енді мен өз тарапынан айтатын болсам, бұл ең біріншіден әрине қазақ қыз келіншектер неге бақытсыз дегенде, мен бүгінгі жастарды айта алмаймын. Біздің балаларымызды ол тақырыпқа қыздарымызды қоса алмаймын. Мұнда біздің енді 40 жас қоя, минус плюс бір 5 жасты алып қарағанда, сол 40-тан жоғары қарайға қыз келіншектер көбінесе. Неге? Өйткені біз барлығымызда бірдей жаңа қазақи тәрбиені алдық. Бұл дегеніміз қазақи тәрбиенің дұрыс еместігі емес. Бұл дегеніміз біз өте көптеген дүниеден шектеу алдық. Біздің ата-анамыз жалпы айтқанда қайтсек бізді бағамыз деген миссиямен қана ала дорба жаңағы арқалап, базар аралап кетті. Бір сондай замандарда біз өмір сүрдік. Дегенмен де біздің балалық шағымыз өте бақытты
сияқты, бірақ біз көп нәрсені аңғармай, былайша айтқан кезде мен өзімді алып қарайын, алысқа бармай ақ қояйын, енді қай-қайсыңыз болсаңыз да тағдырларыңыз ұқсас болып жатады. Менің бір дүниелерім болмаса да, бір дүниелерім сіздің де тағдырға ұқсап жатады. Сондықтан мен өзімді алып қарайтын болсам, 33 жасқа дейін жалпы психологияны білмеппін. Достар, ең біріншіден қазақ қыз келіншектері, әсіресе менің құрбы-құрдастарым бұл психологиядан хабарымыз болмағандығы. Және де бізде не дейді мына, өзін-өзі бағалау дегені. Мен өзім қалай өмір сүрдім? Мен өзім ең бірінші оқу дедім, оқу дегенді, білім деген тал бесіктен жер бесікке дейін білім дегенді мен түсіндім. Мектептен кейін жаңағы университет, ары қарай магистратура ма не бар, соларды оқи беру, яғни диплом жинау деген ұғым болған менде. Сонда ғана адам білімді болады деп ойлаппын. Екіншіден, қайтсем де кез келген оқу, леш бы оқымай қалды деген ат болмасын, әйтеуір оқуды деген ат керек деп, бір оқуға түсу деген барлығымызда бірдей ұғым болды. Ол менің өміріме қажет па, қажет емес па, мен ол істі сүйем ба, сүймеймін ба, оған ешкім ойланып жатқан жоқ. Мен өзім ойланған емеспін, қайтсем де бір оқу деп қаржыгерлік оқуға түскен жайым бар. Одан кейін бұл енді сүйікті мамандығыңның жоқтығы, өзіңнің салаңды таппағандығың. Бұл да былайша айтқанда сен өмірде кәдімгі өзің қалаған миссияңа жете алмайсың деген сөз. Екінші нәрсе, күйеуге тидік па, болды. Біз білім алу дегеннен өзіңе қарау, күтіну, не дейсің жаңағы, ең болмаса қазір қақылдап осы айтып отырамыз ғой, бір сағатыңды өзіңе арна деп жатырмыз, сондай дүниені білмеуіміз ешқашанда, сосын бітті келін деген бір образға кіріп аламыздағы, солай өмір сүруіміз айналып келген кезде. Кез келген адам, қазір бүйтіп артқа қарасам, мен бір 5 айдағы уақытымда әр күнім бірдей болып кетсе, маған қызық болмай кетеді екен. Мен бірден өзімнің өспей жатқанына, бірден зона комфорта деген дүниеге кіріп кеткенімді түсінемін да, дереу бір нәрсе ауыстыруға ұмтылады екен. Сондықтан достар, біздің осы замандастарымыздың қазақ әйелінің маған айтады ғой, неге қазақ әйелі осы бақытсыз дегенде, біз өте көптеген өзімізді мүлдем ойламағанбыз. Өзімізді ойламағанда біз кәдімгі әйел болып, бір отбасының жаңағы анасы болып қалыптасқан кезде, бүкіл өмірімізді, барымызды, нарымызды түгел отбасыға, қайын жұртқа, бала шағаға салады екенбіз да, өзіміз, былайша айтқанда, өзімізді ұмытып кетеміз. Сосын барамыздағы бізде не болады? Енді егер де біз дәл бұрынғы біздің мамаларымыз сияқты заманда өмір сүріп жатсақ, ол қалыпты дұрыс нәрсе. Бірақ өкінішке орай, біз ол заманда емеспіз. Біз қазір мүлдем жаһандану дейміз ба, жаңғыру ма, жаңару ма, тіпті жаңағы әр нәрсе жаңарған нәрсені көріп үлгермей жатқан заманда өмір сүріп жатырмыз. Біз қаласақ та, қаламасақ та, біз білімділер деген заманда өмір сүріп жатырмыз. Біз енді жоғай, ол керек емес, біз бұрынғының тәрбиесі деп етіп отыратындай деңгейде емеспіз да, ондай дүниеде отырмағандықтан өте жаңағы жан-жағыңа қарап дамып жатқандарды, әлем дамып жатқанды, маңайың дамып жатқанды, жаңалыққа ұмтылып, қандай да бір байлыққа, жақсы өмірге ұмтылып жатқанды көрген кезде, шынымен де еш нәрсе жасамай, бұрынғы классикалық өмірді сүріп жатқан қыз келіншектер кәдімгідей бір бақытсыз дүниеге тап болады, өзінің бақытсыз екенін сезіп жатады, содан бір нәрсені іздеп жатады, неге мен бақытсызбын деген сұрақ қойыла бастайды. Сосын өте өкініштісі қазір әлем желі сұмдықтанып тұр, әлем желіге қарап өмір сүретін заман болып кетті. Сөйтіп ананың өмірін жылтыраған, мынаның өмірін жылтыраған, ананың ана жақта демалып жатқанын, мынаның мына жақта демалып жатқанын көреді, ақша тауып жатқанын көреді. Міне осының барлығын көріп өзін салыстыру деген дүние басталып кетті. Енді бір нәрсе айтайын достар, осы жерде өзін солай салыстырып,
қызғанып, іші күйіп, үйінде сол үшін ұрыс жасап, елдің күйеуі анау-мынау деген нәрсе өте дұрыс емес деп айтар едім. Себебі бұл әлем желіде жылтырағанның барлығы, жалт-жұлт етіп жүрген кісілердің барлығы бірдей бақытты деп ойламаңыздар. Барлығының өмірі бірдей керемет деп ойламаңыздар. Мүмкін керемет те, бірақ мен сізге айтатын ем, елдің өмірін емес, өз өміріңізді тамаша қылсаңыз, сонда ешкімге, еш нәрсеге қарап, ешкімді, өзіңізді ешкіммен салыстырмайтын боласыздар. Енді бүгінгі жаңағы айтып жатқан тақырыпты қорытындылаған кезде біз сонау енді Совет өкіметінің аяқ жағын көріп қалған адам, одан кейін тәуелсіздік алып, ата-анамыз біраз қиналып, жаңағыдай қайтсем осыларға тамақ табам деп бізге көңіл бөлетіндей жағдайда болмаған сәттер бар, енді ата-ана білмеген дүниені қайтып бізге үйретсін, қайдан бізге айтсын, сол себепті ешкімді де кінәламаймыз. Ол бар, одан кейін барып біздің ұғымымыздағы білім деген дүние мүлдем бөлек болған, ол бар, өз саламызды таппағандығымыз бар, және де бір образға кіріп алып, бұл мама болдың ба, мама болып ана бол деген кәдімгі образға кіріп аласың да бүкіл өміріңді сол отбасыға арнап жібересің. Өзіңнің айналысатын не ісің жоқ, жасап жатқан жұмысың жоқ, қандай да бір хоббиің да жоқ. Әйтеуір классикалық өмір, мүмкін жұмыс істейтіндер болса таңертең жұмысқа кетеді, кешке келеді, сөйтіп жүреді дағы, уақыты өтіп жатыр, жан-жағына қараса елдер шетелге демалып жатыр, қыдырып жатыр, үйтіп жатыр, өз сияқтағы адамдар болып жатыр. Міне соның бәрін көрген адам бір бақытсыздық күй кешіп жатады. Енді бүгінгі таңда мен айтар едім, бұл жерден кәдімгі шығатын жол өте көп. Бүгінгі таңда достар, шынымен де біздер үшін білім жетпей, білімсіз болып, бір сонда сол салдардан бір осындай бақытсыз күй кешкендей болып жатсақ, бүгінгі таңда білім жеткілікті. Өкінішке орай білімнің де өте көп болғанның да зиянын көріп жатқандар бар. Сондықтан әрбір дүние өзінің мөлшерінде болу керек, және де қайда барсаң да, қандай білім алсаң да, тіпті білмеймін, Америкаға барып оқысаң да, қазақ екеніңді, қазақтың өзінің тәрбиесі, тәлімі бар екенін, қазақтың да психологиясы керемет екенін ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі күнде өзін сондай бір бақытсызбын деп отырған адамдарға айтатыным, қыз келіншектерге, қателесесіз, сіз ең бақытты адамсыз. Неге? Себебі мен үшін бақыт деген жалпы таңертең ояндым ба, аман есен, 12 мүшем бүтін, балаларым пысылдап, ысылдап, әрқайсысы өз төсегінде жатыр, соны көрдім ба, бұл енді ешбір ақшамен, ешбір дүниемен өлшенбейтін нағыз бақыт. Мінекей, бұл бақыт мен дәмін тату мүмкіндігі маған берілді ма, ендеше бүгін барлығын жаңадан бастауға, барлығын жаңадан өзгертуге болады деген сол мүмкіндік беріліп тұр. Сол лотереяны ұтып алып тұрмын деген сөзді. Ендеше не істейміз? Көзіңді аштың ба, ояндың ба, өте мына жай ғана ауызбен шүкір Алла деп емес, шын мынау іштен, жүректен шығатын бір сондай алғыспенен оян, алғыспенен орныңнан тұр, далаға қара, маңайыңа. Ең бастысы, қандай проблема сені қоршап тұрса да, қандай қиын жағдай болып тығырыққа тіреліп тұрсаң да, дәл қазіргі айтатыным, есіңе сен нені түсір, есіңе сен дәл қазір орныңнан жаңағы оянғандықтан сенде барлығын өзгертуге үлкен мүмкіндік бар. Сен сол мүмкіндікке ие болған бақытты жандардың қатарындасың. Еш нәрсені өзгерте алмайтын, ешқандай мүмкіндікке ие емес, ол не? Ол таңертең көзін ашпаған адам. Болмаса, мына өмірден өтіп кеткен адам ғана өмірін өзгерте алмайды. Қалған жаңағы тыныс кеудеңде жаның, жүрегің соғып тұрған кезде сенде барлығын өзгертуге мүмкіндік бар. Бақытты аннан іздемеңіз, бақытты әлем желіден іздемеңіз, бақытты біреудің өмірін салыстырудан іздемеңіз, бақытты ақшадан іздемеңіз. Жалпы бақыттың
егер геолокациясы бар болса, бір местоположениясы болса, тұрғылықты жері, мекен жайы, онда жіберсін бәрімізге. Оның мекен жайы жоқ, әрбір адамның бақыты бұл ішінде. Яғни сенің ішкі әлеміңде. Ең бастысы өзің өзгер. Өзіңнің ішіңде жатқан нағыз сен бақытты адамды оятуың керек. Әрине ол үшін де өзіңмен жұмыс жасауың керек, достар. Сондықтан бүгінгі тақырыпты былай қорытындылай келген кезде айтатыным, бір жұмысқа барып таңертең, сол жұмыстан қайтып үй жұмыс деп өмір сүріп жатқан адамдар үшін, зона комфортадан шықпай, ешбір өмірінде бір жыл, соңғы 3 жыл, 5 жылды алып қараса, ешбір өзгеріссіз бірыңғай өмір сүріп келе жатқан адам болса, болмаса ешбір уақыт өзіне бөле алмаған адам болса, 24 сағаттың 1 сағатын өзіне бөлмейтін адам. Тағы да не дейміз, өмірде өзінің миссиясын таппай, өзінің сүйіктісін таппаған адам болса, бүкіл өмірін бала шаға, отбасы деп ағайын туыс бәріне арнап тастап, өзіне көңіл бөлмейтін адам болса, бұл адамдар әрине өзін бір заманда кәдімгідей бір бақытсыз сезінеді. Ол бақытсыздық емес, ол адамның ішінде кәдімгі күйзеліс басталады. Жаңа бір нәрсе, сенің ішіңдегі жаңа дүние шыққысы келіп жатыр. Мінекей, оған себепкер болған сенің маңайыңдағы өте жылдамдықтағы даму процестері. Сен көзіңді ашып жұмғанша анау мынандай нәрсеге ие болып жатады. Көзіңді ашып жұмғанша әлем мынандай жаңалық ашып жатады. Егер өзіңізді тура осы мен айтқандардай сезініп жатқан болсаңыз, онда бұл сізге берілген үлкен мүмкіндік, үлкен белгі. Ол қандай белгі? Әрине өзің өзгер деген белгі. Сондықтан достар, келіңіздер, бүгінгі менің айтқан ақпараттарымның барлығын қағаз қаламмен алып жазыңыз, өз өміріңізге шолу жасаңыз. Сіздің міндетті түрде қандай да бір сұрағыңызға жауап алатыныңызға сенімдімін. Ал енді жалғыз қалып, жалғыз өзіңіз қалай өзгеретініңізді білмей жатсаңыз, келіңіз, бүгінгі таңда біздің 1 миллион адамның өмірінің өзгеруіне себепкер болу деген үлкен мақсатымыз бар. Сол мақсатта біз өте қымбат, құнды, керемет сабақтарымыздың барлығын тегін берудеміз. Оның бар шарты, мінекей қолында тұрған осы 4 кітапты сатып алу. 4 кітапты алған кісілерге дәл қазіргі таңда біздің сабақтарымыз тегін беріліп жатыр. Қандай сабақ, қалай қатысамын деген сұрақтың барлығын төмендегі сілтемеге өтіп, сол жерден толық ақпарат ала аласыздар, достар. Ендеше баршаңызды күтемін.